Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге осындай оңай жасалатын салфетка тігуді үйрететін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Бізге керекті заттарды мен тігіп дайындап алдым. Бізде бұл куверт, яғни бұл қасық вилка тұратынымыз. Бізде мұнда ұзындығы 60 сантиметр, енін 13 сантиметр қылып алдым. Және де осы куверттің үстіне осындай төлді бастыңғы жағына тігетін боламыз. Яғни ішіне 23 сантиметр айналдырып, үстіне осы немізді қойып, осылай дәл видеодағыдай тігетін боламыз. Ендігі кезекте салфеткамыздың бізде ұзындығы мен ені 35-35 қылып алдым. Осылай екі жағына осындай төлімізді тігетін боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша тіксеңіздер де болады. Міне достар, мен осылай шетіне осы төлімді тігіп шығамын. Міне достар, мен тігіп шықтым. Ендігі кезекте кувертімізді осылай ішіне 23 сантиметр салып, үстіне осылай қалған бөлігін қойып, осылай инемен қадап алатын боламыз. Яғни бұны біз кері айналдыру үшін, жылжып кетпеу үшін осылай инемен екі жағынан түйреп алатын боламыз. Астыңғы матамен емес, осының үстіне 23 сантиметр жабылған матамен осылай инемен қадап аламыз. Ендігі кезекте осылай теріс айналдырамыз да екі жағын тігіп шығатын боламыз. Достар, видеоны мұқият қараңыздар, сол кезде бізде салфеткамыз әдемі шығатын болады. Достар, менің каналымда қағаздан жасалған салфетканың неше түрлері бар. Көріп тамашаласаңыздар болады. Жоғары жаққа сілтемесін тастап кететін боламын. Міне достар, тігіп шықтым. Ендігі кезекте аккуратно, асықпай осылай айналдыратын боламыз. Екі шетін қолымызбен итеріп, осылай ұштарын шығарып аламыз. Және де осы келесі бетін тоже солай қайырып шығаратын боламыз. Міне достар, менің қасық вилка салатын салфеткам дайын болды. Ендігі кезекте сызғыштың көмегімен дәл ортасынан үшке бөлетін боламыз. Және де оны осылай төлге дейін тігіп шығатын боламыз. Міне достар, дайын болды уже.
Ендігі кезекте салфеткамызды тігетін боламыз. Осылай дұрыстап жайып аламыз. Төлдерімізді дұрыстап орналастырамыз да, осы бас жағын үшбұрышты қылып, дәл келтіріп тігетін боламыз. Ең алдымен осылай алдыңғы бетінде өлшеп аламыз. Одан кейін ішіне қаратай осылай бөгетін боламыз. Және де оны иненің көмегімен түйреп қадап аламыз. Ендігі кезекте осы жерімізді бірінші тігіп аламыз. Одан кейін осы артық жерін қайшымен қиып алып тастаймыз. Міне дайын болды. Ендігі кезекте салфеткамыздың үстіне қойып, дұрыстап инелерімізді түдеп, түйреп, осылай орта жағына тігіп шығатын боламыз. Тігіп болдым, достар. Ендігі кезекте ішіне қарайтып, қарапайым осылай тігіп, айналдырып тігіп шығатын боламыз. Осылай етіп, қарапайым етіп тігетін боламыз. Яғни матамыз сөгіліп кетпеу үшін. Міне достар, салфеткамыз дайын. Өте әдемі болып шығады, және де өте оңай жасалады. Осылай өздеріңіз үй жағдайында салфетка тігіп үйренсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет!